Ассалаумағалейкум қазақ елі, біз бүгін газель автокөлігінің фарын полировка жасайтын боламыз. Міне көрдіңіздер, өзінің фары айбақ сайбақ шаңға толған, топыраққа толып қалған. Осы фарды біз тазалап шығуымыз керек. Міне дәл осындай жап жаңа фарды осындай шығаруымыз керек қой. Ол үшін бізге міне көріп отырсыздар, бірінші наждак керек. Ол 800 бен 2500 арасында 4-5 түрлі наждакпен жасайтын болады, және де қарапайым қара су, ешқандай химикат қосылмаған. Бірінші кәдімгі қара сумен фарымызды жуып аламыз. Жуғаннан кейін шаймен бірінші 800-дік наждактан бастайтын боламыз. Қышт өзімен осылай істей береміз. Бізге болгарка ешқандай ештеңе қажет емес. Үй жағдайында болмай жатса, осындай ешқандай ғана көрдіңіздер, қолында ұстап алған, соған жаңағы наждагымызды алып, осылай жаймендеп істеп, наждап, егеп істей беретін боламыз. Ешқандай фарға зияны жоқ мұның. Өте жақсы нәрсе. Осылай осы маман істеп жатқандай қайталасаңыздар болады. Міне арасында осындай сумен жуып қойсыздар. Міне әдемі ашылып қалды. Бір 30% ашылып қалды. Кәдімгі бір наждактың пайдасы. Осылай наждакты ауыстырып отырып, жаймендеп жоғарылата бересіздер. Міне осындай наждактың өзімен де қара сумен көпіріп жатыр. Міне жаймендеп ашылып жатыр фарымыз. Өздеріңіз білесіздер, егер де фарымыз дұрыс түспейтін болса, жолда басың лау ойдан шығып кетіп жатса, көзің ауырып, жететін жеріңе жете алмай, жылдамдығыңды түсіріп, зорға жетесің, шаршап шалды. Егер де осындай сіздер істетіп алатын болсаңыз, түнде фарларыңыз жақсы жанып тұратын болса, жететін жерлерге тез жететін боласыздар. Сол үшін ақшаны аямай, осындай арасында фарларыңыз сарғайып кетіп жатса, тазалатып алғандарыңыз дұрыс, мамандарға арнайы. Міне біз уже үшінші наждакты ауыстырдық. Жаймендеп біздің фарымыз уже әжептәуір жеңіл кіріп, әжептәуір ашылып келе жатыр. Қазіргі көліктерді білесіздер, барлығы қазір стекло емес. Біраз осыны пластмасс әрі кетсе 1 жыл 2 жылдан кейін осыны сарғайып кетеді. Міне көрдіңіздер ма? Біз жаңағы наждакпен іс жасауды бітірдік. 4 наждакты ауыстырдық. Осыны жалтырап әдемі болып тұр. Қазір біз енді бір химикатпен бетін шайдай қылып ашып жіберетін боламыз. Оны қазір өздеріңіз видео барысында көретін боласыздар. Сіздер Әділ Дарабоз каналына тіркелмегендер, тіркеліп кетіңіздер. Поддержка берейік, қазақ ютубын бірге дамытайық достар. Кеттік, әрі қарай жалғастыратын боламыз. Міне енді наждакты біткеннен кейін осында бетін суын тазартып алатын боламыз. Өйткені қазір біз химикатымыз қолданған кезде ол зиян тиюі мүмкін. Сол үшін осындай көрдіңіздер ме, суын тазартып кептіріп жатыр фарымызды. Қарап отырсаңыздар, бір 10 минут уақытыңыз кетсе, фарыңызды өз үйіңізді тазалап аласыз. Міне біздің айтқан химикатымыз кішкентай ғана электронный кружка, 12 вольтпен істейтін кружканың үстіне химикатты құйып, ешқандай ғана пластмасспен осында тап-таза қылып шығарып жатыр. Міне жұмыс істеу барысы. Міне көрдіңіздер, біздің жаңа алғандай болып жаңа жалтырап шыға келді. Мына көрдіңіздер, ескі фарды осындай болады. Ешқандай сенбейміз. Міне. Бірақ мамандар істеп шығарды осындай. Көрдіңіздер ме, екеуі де бірдей болып қалды. Қазір енді түнде қалай түсетінін көрсететін боламыз. Осылай қылып істетіп алсаңыздар болады. Міне түнде әдемі болып тұр. Көрдіңіз ба, жарқырап. Енді бұл газельдің егесі түнде енді трассадан король болайын деп тұр ғой. Мынандай фармен, жарқыраған фармен түн ішінде кете берейін деп тұр ғой, барлық жаққа қарай. Міне осылайша әдемі шықты. Сіздер Әділ Дарабоз каналына тіркеліп отырыңыз, әлі де мықты видеолар шығады. Қазақ тілді YouTube каналын қолдайық.